Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы. Жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Өткенде ғана футбол жұлдыздарына Месси мен Роналду жөніндегі пікірлеріне қатысты бейнеролик шыққан еді. Белсенділіктеріңіз үшін шексіз алғыс білдіреміз достар. Осы бейнероликке де әдеттегідей 2000 лайк қадап, келесі бөлімінің тездетіп шығуына себепкер болайық. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Сізге танымал жұлдыздар өте жиі келеді. Өткенде Криштиану Роналду келді. Сіздер спаррингке шықтыңыздар ма? Жоқ, біз спаррингке шықпадық. Ол өте жақсы жігіт. Оның дене бітімі өте жақсы. Ол фотосуретте жарық жерге тұрып алды. Криш суретке прессін қатайтып түсті. Ал мен арқамды қатайтып түстім. Бәсекелестік сезімдер болды ма? Мен оны шайнамай жұтатын едім. Бірақ ол жақсы жігіт. Менің ескі досым. Ол өте тамаша деңгейде. Меніңше ол әлемнің үздік футболшысы. Мен Криштиану мен әлеуметтік желіде өте жиі әңгімелесемін. Мен үшін үздік футболшы әрине сол. Десе де бірде Роналду маған осындай деңгейге Месси мен бәсекелесе отыра жеткенін айтты. Лео да өте тамаша футболшы. Әлемдік хоккейдің үздік ойыншысы Александр Овечкин өзінің пікірін осылайша жеткізді. Артем Дзюба арыстан, Роналду жұлдыз, ал Месси болса футбол құдайы. Негізінен мен Барсаның үлкен жанкүйерімін, сондықтан да мен үшін Лео нөмірі 1 футболшы. Негізі футболда шаруам жоқ, алайды таңдау жасағанда әрқашан ұнатамын. Меніңше Месси Роналдудан әлде қайда мықты футболшы. Бәлкім бұл сөздерді Тони Криш Конор мен Хабибке жолығып Фергюсонда аттап өткендіктен айтқан болар. Демек Криште Тониді үздік санамайды. Месси өте талантты футболшы, ал Роналду үлкен еңбектің арқасында осы деңгейге жетті. Роналду нағыз құбыжық, оның дене бітімі өте шымыр. Меніңше ол алтын допқа өте лайықты. Адамгершілігі де өте жақсы жігіт. Баскетболдың патшасы Леброн Джеймс Криштиануды үздік санайтынын айтты. Меніңше Криштиану Роналду футболдағы нөмірі 1 ойыншы, оның физикалық қасиеті өте жоғары деңгейде. Криш тіпті NBA баскетболшылары секірмейтін биіктікті бағындыра алады. Бұл нағыз құрметке лайық профессионалды ұстаным. Коби Брайантте бір кезде өзінің таңдауын жасап кеткен еді. Лео Месси ең үздік футболшы. Оған өз спорт түрінде үздік болу үшін шымыр дене физикалық қабілет қажет емес. Оған дөңгелек былғары мен қарсылас 11 футболшы жеткілікті. Келесі бейнероликтердің тақырыбын комментарийге ұсынып, осы бейнероликке лайк басуды ұмытпаңыздар. Арнамыздың басқа желдегі парақшаларына тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.